Сәбит Мұқанов қазақтың әйгілі жазушысы, ақыны, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы. Өмір мектебі жазушы Сәбит Мұқановтың 3 томдық мемуарлық романы. Шығарма халықтың жарты ғасырға жуық өмірінің еркіндік, теңдік жолындағы күресін, еңбек, білім алу жолындағы тынымсыз аттаныстар мен ізденістерін тұтас суреттейді. Кітаптың алғашқы тараулары «Менің мектептерім» деген атпен 1930 жылы жарияланды. 1941 жылы жеке кітап болып басылды. Романның бірінші және екінші томдарын 1955 жылы, үшінші томды 1964 жылы басып шығарды. Мұқанов бұл кітапты қайта жазып толықтырып, «Өмір мектебі» деген атпен жариялады. Мемуарлық романның бірінші кітабы «Азапты жолда», екінші кітабы «Азаттық жолда», ал үшінші кітабы «Есею жылдар» деп аталды. Алғашқы кітабында жазушының шыққан ортасы, жетімдік пен жоқшылықпен өткен балалық шағы. Одан кейінгі кітаптарында елдегі әлеуметтік өзгерістерге ілесе, білім жолына ұмтылысы, қоғамдық істерге араласа бастаған жастың алғашқы қадамы сипатталады. Ал соңғы кітапта Мұқанов өзінің ақын, азамат, қоғам қайраткер ретінде есею жайында сыр шертеді. Сол арқылы ел өміріндегі өзгерістер, қоғамдық жаңару сөз болады. Есею жылдары кітабында Қазақстанның кеңес үкіметі тұсындағы өмірі негіз болған. Кітап авторы қазақ ауылындағы тап тартысының күшеюі, ауылдың кеңес жолына түсуі, Қазақстандағы алғашқы өндірістер мен ұжымшарлардың құрылуы, жаңа әдебиеттің тууы мен қалыптасу сияқты негізгі оқиғалар жайын әңгімелей отырып, осы жолдағы қиыншылықтар мен асыра сілтеу фактілерінде өз пайымдаумен сипаттайды. Онда Қазақстан өміріне қатысты сол кезеңдегі қайраткер Сәкен Сейфуллин, Сейтқали Меңдешев, Ораз Жандосов, тағы басқалардың еңбегі сөз болады. Бүкіл шығарманың идеялық түйіні 20 ғасырдағы халықтың азаттық жолындағы күресі мен жеңісінің табиғи жолын көркем бейнелеу. Үшінші кітаптың Қарсақбай сапары атты тарауында автордың Қарсақбайға барған сапары сөз болады. Ол сол сапарында жас инженер Қаныш Сәтбаевпен танысқанын, Қаныштың өлке тарихы және Жезқазғанның болашағы, атқарылып жатқан жұмыстар жайында қозғаған әңгімесін баяндайды. Құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым, қазақ классикасының алыбы жазушы Сәбит Мұқановтың өз өмір жолынан сыр шертетін «Өмір мектебі» атты мемуарлық романы кітапхана сөрелерін толықтырып, өз оқырмандарын күтетінін айтқымыз келеді. Өткен ғасыр өмірінен сыр шертетін осындай бағалы кітаптарды алып оқыңыздар.